Анашым, кешір деген бір ауыз сөзді айтуға Марленнің өмір бойы мүмкіндігі болмады. Өйткені ол анасының соңғы қоңырауын әдейі көтермеген еді. Ал арада бірнеше сағат өткенде, тағдыр оның бүкіл өмірін тас талқан еткен сынақты алдына келді. Бір кезде анасының көз жасына селт етпеген ұл, енді өз көз жасын тоқтата алмай қалды. Бірақ бәрі тым кеш еді. Бұл оқиға мыңдаған адамның жүрегін елжіреткен ең ауыр тағдырлардың бірі болды. Марлен ешқашан өзін қатыгез адамын деп ойлаған емес. Керісінше, ол өзінің қаталдығын өмірдің заңы деп қабылдайтын. Жұмсақ адамда жұрт басынады, ал мықты адам ғана жеңеді деген түсінік оның санасына әбден сіңіп кеткен еді. Сол ойдың жетегінде жүріп, ол бір ғана нәрсені байқамай қалды. Адам байлықпен бәрін сатып ала алады, бірақ анасының жүрегіндегі жараны ешқашан сатып ала алмайды. Ол кішкентай кезінде мүлде басқа болатын. Кешке жұмыстан шаршап келген Жаннаның мойнына асыла кетіп, «Анашым, сен әлемдегі ең жақсы адамсың» деп еркелейтін. Сол сөздерді естіген сайын Жаннаның жүзінен күлкі кетпейтін. Баласының әр қуанышы оның бақыты еді. Өзінің жаңа киім алмай жүргеніне, ескі аяқ киімін қайта-қайта жамап кигеніне, таңғы ас ішпей жұмысқа кеткеніне ешқашан өкінген емес. Бар арманы Марленнің ешкімнен кем болмай өсуі болатын. Жылдар өте бәрі өзгерді. Марлен жоғары оқу орнын бітіріп, жұмысқа орналасты. Іскерлігімен көзге түсіп, табысы көбейді. Жаңа орта, жаңа таныстар, жаңа өмір салты оны бұрынғы қарапайым болмысынан алыстата берді. Байлық көбейген сайын кішіпейілдігі азайып, адамдарды қалтасындағы ақшасына қарап бағалай бастады. Сол кезде оның өміріне Альбина келді. Сырт көзге көрікті, сөзі майда, өзін өте мәдени ұстайтын әйел алғашқы күндері Жаннаға ерекше қамқор болып көрінді. Бірақ уақыт өте келе, оның шынайы мінезі ашыла бастады. Ол үйдегі әр нәрсеге билік жүргізгісі келетін. Әсіресе, енесінің бар болуы оған ұнамайтын. «Біз енді өз өмірімізбен өмір сүретін жасқа келдік» дейтін ол Марленге. «Үнемі, үлкен кісінің көңілін ойлай берсек, өз бақытымызды қашан көреміз?» Алғашында Марлен мұндай сөздерге қарсы шығатын. «Ол менің анам». Бірақ Альбина сөзін тоқтатпайтын. «Анаң екені рас, бірақ бізге де тыныштық керек қой. Үйде бір нәрсе бүлінсе де, ауырып қалса да, бәрі біздің мойнымызда. Сен осыны ойлайсың ба?» Бұл сөздер күн сайын қайталана берді. Тамшы тасты тесетін сияқты. Әлгі сөздер де Марленнің жүрегін біртіндеп өзгертті. Жанна мұның бәрін сезетін, бірақ ешқашан шағымданған жоқ. Келіні шай бермей қойса да үндемейтін. Тамақта жалғыз отырып ішсе де ренжімейтін. Ұлы жұмыстан кеш келсе, есік алдында күтіп отыратын. Ол тек бір нәрсені күтетін. Балам бүгін күлімдеп кірсе екен. Бірақ Марлен үйге кірген сайын телефонына үңіліп өтетін. «Қалайсың балам?» дейтін анасы ақырын ғана. «Шаршадым мама, кейін сөйлесейік». Сол кейін ешқашан келмейтін. Бір күні Жанна ескі сандықтың түбінен көне фотоальбомды алып шықты. Онда Марленнің сәби кезінен бастап мектеп бітіру кешіне дейінгі суреттері сақталған еді. Әр суретке ұзақ қарап отырып көзінен еріксіз жастанды. «Қандай мейірімді едің құлыным» деп сыбырлады. Дәл сол сәтте бөлмеге Дарина кірді. Дарина Марленнің қарындасы болатын. Ол басқа қалада тұратындықтан анасына жиі келе алмайтын. Бірақ келген сайын анасының жүдеп бара жатқанын байқап жүрегі ауыратын. «Анашым, тағы жылап отырсыз ба?» Жанна тез сүртіп алды. «Жоқ қызым, көзіме шаң түсті». Дарина анасының өтірік айтып тұрғанын білді. «Ағам сізге бұрынғыдай қарамай кетті ғой». Жанна қызының сөзін бөліп жіберді. «Жоқ балам, олай деме. Оның жұмысы көп, шаршайды». Дарина ауыр күрсінді. Өйткені ана жүрегі баласын қанша жерден ақтағысы келсе де, шындық мүлде басқа еді. Сол күні кешке Марлен үйге жалғыз келген жоқ. Онымен бірге әріптесі Лаура да келді. Жанна қонақты жылы қарсы алып, дастархан жайып, қолдан келгенінше қызмет етті. Лаура үнсіз бақылап отырды. Шай үстінде ол Жаннаға қарап: «Сіздің ұлыңыз кішкентай кезінде де осындай салмақты болды ма?» деп күлімсіреп сұрады. Жанна мейірімге толы жанармен Марленге қарап: «Жоқ, ол өте мейірімді бала еді. Құсты көрсе жем шашатын, көшеде жылаған баланы жұбататын. Мен ауырсам, түнде ұйықтамай қасында отыратын.
Марлен анасының сөзін бөліп жіберді. Болды енді, өткенді айта берменізші. Иіше бір сәтке үнсіз қалды. Жанна төмен қарап қалды. Лаура болса, Марленге танырқай қарады. Өйткені дәл сол сәтте ол алғаш рет табысты, өзіне сенімді көрінетін адамның ішінде қандай суықтық пайда болғанын сезгендей болды. Лаура кеткеннен кейін үйдің іші тастай тынышталып қалды. Әлгі үнсіздік Жаннаның жүрегіне бұрынғыдан да ауыр батты. Ол дастархан үстіндегі кеселерді баяу жинап жүріп, жаңа ғана болған әңгімені қайта-қайта есіне алды. Баласының алдында мақтап айтқан әр сөзі өзіне артық болып кеткендей көрінді. Бір кездері анасының аузынан шыққан әр мақтау Марленнің жүзіне күлкі сыйлайтын. Ал бүгін сол сөздер оған ұят болғандай әсер қалдырды. Жанна ас үйдегі шамды өшіріп, бөлмесіне беттеді. Есікті ақырын ғана жапқан соң, сандықтың түбінен кішкентай қоңыр дәптерді алып шықты. Ол дәптерді ешкімге көрсетпейтін. Оның әр бетінде баласына айта алмаған сөздер жазылған еді. Марлен, бүгін сен тағы да шаршадың дедің. Сенің шаршағаныңды түсінем балам. Бірақ ана жүрегі бір ауыз жылы сөзді де сағынады екен. Мен сенен ештеңе сұрамаймын, кек амен жүрсем болды. Жанна дәптерді жауып кеудесіне қысты. Көзінен аққан жас қағаздың бетіне тамып жатты. Ертеңіне таңертең Марлен ерте оянды. Ол үлкен келісім шартқа қол қою үшін қала орталығындағы кеңсеге бару керек еді. Бұл жоба іске асса, бірнеше жылдың ішінде таппаған табысын бір жылдың ішінде табатынына сенімді болатын. Айна алдында қымбат костюмін түзеп тұрып, бүгін бәрі өзгереді, деді өзіне өзі. Сол сәтте Жанна ас үйден, балам, таңғасындайын, аш қарынмен кетпе, деп ақырын ғана дауыстады. Уақытым жоқ. Осы екі сөз үй ішін жаңғырықтырғандай болды. Марлен есікті тарс жауып шығып кетті. Жанна артынан үнсіз қарап қалды. Жолың ашық болсын, құлыным, деді сыбырлап. Ол ұлының естімейтінін білсе де, әр жолы дәл осылай шығарып салатын. Түске таман Жаннаның жағдайы күрт нашарлады. Кеудесі шаншып, тынысы тарылып, аяқтары дірілдей бастады. Қабырғаға сүйеніп әрен отырды. Үйде жалғыз. Дарина жұмыста. Диас іссапарда. Дос басқа қалаға кеткен. Жанна үстел үстіндегі телефонын қолына алды. Экраннан ең бірінші ұлының есімін ашты. Қоңырау кетті. Марлен дәл сол кезде, маңызды кездесудің алдында серіктестерімен сөйлесіп тұрған. Телефон дірілдеді. Анашым. Ол қабағын тиді. Тағы басталды. Қоңырауды өшіріп тастады. 1 минут өтпей тағы хабарласты. Жанна телефонды құлағына тақап, баласының дауысын күтіп тұрды. Бірақ жауап болмады. Қолдары қалтырай бастады. Тағы бір рет терді. Марлен бұл жолы телефонды мүлде дыбыссыз режимге қойып, қалтасына салып жіберді. Маңызды келіссөз кезінде ешкім мазаламасын, деді ол күліп. Ал анасы болса, әлсіреп бара жатты. Осы кезде есік қағылды. Жанна бар күшін жинап барып ашты. Есіктің алдында көршісі, егде жастағы Диас тұр екен. Жанна апай, түріміз бозарып кетіпті ғой. Ештеңе емес. Аздап басым. Бірақ сөйлемін аяқтай алмай, тізесі бүгіліп кетті. Диас оны құлап бара жатқан жерінен қағып алды. Апай, апай! Ол дереу жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер уақыт жоғалтпай тексеруге кірісті. Науқастың жағдайы ауыр. Жақын туыстары бар ма? Ұлы бар. Онда тез хабарласыңыздар. Диас қайта-қайта Марленге қоңырау шалды. Бірақ телефон сөндірулі еді. Сол сәтте Марлен келісімшартқа қол қойып жатты. Барлығы оны құттықтап, қолын қысып жатты. Құттықтаймыз. Бұл сіздің өміріміздегі ең үлкен жетістік. Марленнің жүзі бал-бұл жайнады. Ол өміріндегі ең бақытты күн басталды деп ойлады. Бірақ дәл сол уақытта ауруханада дәрігерлер Жаннаның өмірі үшін арпалысып жатқанын ол қайдан білсін. Ал тағдыр оған небәрі бірнеше сағаттан кейін ешбір ақша, ешбір байлық, ешбір таныс өзгерте алмайтын ең ауыр хабарды дайындап қойған еді. Аурухананың жансақтау бөлімінің алдында уақыт тоқтап қалғандай еді. Дәліздегі адамдардың әр қайсысы өз қайғысымен арпалысып отыр. Бірі үнсіз дұға оқып, бірі қабырғаға сүйеніп көз жасын тыя алмай тұр. Ал солардың арасында Диас қайта-қайта телефонына үңіліп, Марленнің нөмірін тағы терді. Абонент уақытша қол жетімсіз. Ол ернін тістеп, телефонды төмен түсірді. Неге дәл қазір? Неге дәл бүгін? Деп күбірледі. Дәрігер палата есігінен шығып,
Жақындар келе ме? Бізге туысының келісімі қажет болуы мүмкін, деді сабырлы үнмен. Ұлына хабарласа алмай жатырмыз. Дәрігер үнсіз басын изеді. Мұндай көріністі ол күнде көретін. Бірақ әр жолы ананың баласын күтіп жатқаны жүрегіне ауыр киетін. Ал дәл сол уақытта Марлен сәнді мейрамхананың кең залында күлімдеп отырды. Қасында Альбина. Қарсы алдында іскер серіктестері, үстел үстінде қымбат тағамдар. Бәрі күліп, болашақ жоспарларын талқылап жатты. Марлен, енді сіздің компанияңыз мүлде басқа деңгейге көтеріледі, деді әріптестерінің бірі. Бұл әлі бастамасы ғана, деп сенімді жауап берді ол. Альбина да мақтанышпен күйеуіне қарап отырды. Мен саған сенгенмін, деді жай ғана. Сол сәтте Марленнің телефоны тағы дірілдеді. Экранда Диас. Марлен қабағын түйді. Бүгін бәрі жаппай телефон соғып кетті ғой. Көтермейсің бе? Деп сұрады Альбина. Кейін өзім хабарласамын. Ол тағы да қоңырауды қабылдамай қойды. Бұл шешім оның өміріндегі ең үлкен өкінішке айналатынын ол әлі білмейтін. Ауруханада Жанна аз уақытқа есін жіді. Ол көзін әрен ашып, жандағы медбикеге сыбырлап: «Балам, келді ме?» Медбике не айтарын білмеді. «Хабарласып жатырмыз». Жаннаның жанары есікке қадалды. Әр дыбыс шыққан сайын «Марлен, келді ме?» деген үміттен бұрылатын. Бірақ есіктен кірген дәрігерлер мен медбикелер ғана еді. Ол көзін қайта жұмды. Ерні әрен қимылдап: «Бір рет көргім келеді». Осы сөзді айтқанда көзінің қиығымен тағы бір жас сырғып түсті. Дарина жұмыстан шыға сала ауруханаға жетті. Анасын аппараттарға қосып жатқанын көргенде тізерлеп отыра кетті. «Анашым». Ол анасының мұздап қалған қолын екі алақанына қысып: «Мен келдім. Енді бәрі жақсы болады». Жанна әлсіз ғана күлімсіреді. «Марлен, келе ме?» Дарина көз жасын жасыға алмады. «Келеді анашым. Міндетті түрде келеді». Бірақ осы сөзді айтқанда өзі де сенбеген еді. Кеш түсе бастағанда Марлен үйіне көңілді оралды. Көңіл күйі көтеріңкі. Қолында келісім шарт. Ол бүгінгі жетістігін анасымен бөлісуді де ойламады. Үйдің алдына келгенде есік алдында бірнеше бейтаныс көлік тұрғанын байқады. Жүрегі әлденеден секем алды. Сол сәтте алдынан дос шықты. Оның жүзі бұрын соңды мұңшалықты мұңды болып көрінген емес. «Марлен, не болды?» Дос үндемеді. Кек иығынан ұстап, ауруханаға жүр. Марленнің өңі қашып кетті. «Кім?» «Анан». Осы бір ғана сөз Марленнің құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Қолындағы папка жерге сырғып түсті. Жел келісім шарттың парақтарын жан-жаққа ұшырып әкетті. Бірнеше минут бұрын ғана өміріндегі ең үлкен жеңіс болып көрінген қағаздардың енді ешқандай құны қалмаған еді. Марлен көлігіне қарай жүгірді. Ол бар болғаны бір нәрсені тілеп бара жатты. Кеш қалмасам екен. Бірақ тағдыр оның бұл тілегін орындай ма жоқ па, оны ешкім білмейтін. Марлен көлігінің есігін тарс жауып, қозғалтқышты оталдыра сала, газды бар күшімен басты. Қаланың көшелерінде бұрын жүздеген рет жүрген жол, бүгін оған бұрын соңды болмағандай ұзақ көрінді. Әр бағдаршам, әр көлік, әр секунд оның шыдамын тауысып бара жатты. Рөлді қыса ұстап, қайта-қайта сағапқа қарады. Кеудесі тарылып, жүрегі бұрын соңды сезінбеген қорқынышқа толды. «Ештеңе болмайды. Анам аман. Мен үлгеремін», деп өзін жұбатқысы келді. Бірақ әлде бір ішкі дауыс: «Сен оның соңғы қоңырауын көтермедің», деп қайта-қайта есіне салды. Ол еріксіз телефонын алып қарады. Экранда 12 қабылданбаған қоңырау тұр. Үшеуі анашым, қалғандары Диас, Дос және Даринадан. Марленнің қолы дірілдеп кетті. Ол бірден Даринаға хабарласты. Телефон ұзақ шырылдағандай көрінді. Ақыры қарындасы тұтқаны көтерді. «Аға?» Дауысы қарлығып шықты. «Дарина, анам қалай? Айтшы, не болды?» Арғы жақтан үнсіздік естілді. Сол үнсіздік Марленнің жанын қарып өтті. «Мен жолдамын. 10 минутта жетемін». Дарина көз жасын тыя алмай: «Тез кел. Анам сені күтіп жатыр». Марлен бір сәтке демін ішіне тартып қалды. Күтіп жатыр. Осы екі сөз оған үміт сыйлағандай болды. Ауруханада Жаннаның тынысы барған сайын ауырлай түсті. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасап жатты. Аппараттың бір қалыпты дыбысы ғана естіледі. Дарина анасының қолын жібермей отыр. Диас пен Дос дәлізде үнсіз. Ешкімнің ауыз ашуға шамасы жоқ.
Жанна көзін әрен ашып: «Марлен, келді ме?» Дарина жылап жіберді: «Жолда анашым, қазір келеді». Жанна әлсіз жымиып: «Мен күтемін». Марлен аурухананың алдына тоқтай салысымен көліктен жүгіріп шықты. Есіктен ішке кірген бойда дәліздегі адамдардың жүзіне көз жүгіртті. Алғаш көргені дос. Дос үндемей келіп, оның иығына қолын қойды. Марлен сол қолдың салмағынан-ақ бір жамандықты сезді. Қай палатада? 3-ші қабат. Марлен баспалдақпен жоғары қарай жүгірді. Лифтіні күтетін уақыт жоқ еді. Жүрегі кеудесін жарып шығардай соғып тұр. Әр баспалдақ сайын анасының бала күнгі бейнесі көз алдына келе берді. Қолынан жетектеп мектепке апарғаны. Түнде қызуы көтерілгенде маңдайынан сипап шықпағаны. Өзі үшін жаңа киім алмай, оған мектеп формасын әпергені. Өзі аш қалса да, баласының табағына соңғы үзіметті салғаны. Марлен енді ғана бәрін есіне түсіріп келе жатты. Бірақ уақыт ешкімді күтпейтін. Палатаға жақындай бергенде дәрігер сыртқа шықты. Марлен үмітпен оның көзіне қарады. «Мен ұлымын». Дәрігер үнсіз ғана палатаға ишара жасады. «Кіріңіз, бірақ көп сөйлетпеңіз». Марлен есікті жайлап ашты. Төсекте жатқан анасын көргенде, аяғы өзінен өзі тоқтап қалды. Кеше ғана үйде жүрген анасы бүгін аппақ жастыққа сүйеніп, әбден әлсіреп қалған. Жүзі бозарып кеткен. Қолдары жүдеп, тамырлары анық көрінеді. Марлен баяу жақындады. Тізерлеп отырып анасының қолын ұстады. Сол қолдың бұрынғыдай жылы емес екенін сезгенде жүрегі шым ете түсті. «Анашым». Жанна көзін баяу ашты. Ұлын көргенде жанары нұрланып кетті. Әлсіз ғана күлімсіреді. «Келдің бе, балам?» Марленнің көзінен жас парлап ақты. Өмірінде алғаш рет өзін соншалық дәрменсіз сезінді. «Кешірші мені, анашым, кешір». Жанна дірілдеген саусағымен ұлының бетін сипады. «Мен саған ешқашан ренжіген емеспін». Осы сөздер Марленнің жүрегін тіліп өткендей болды. Өйткені өмір бойы үнсіз жылаған анасы соңғы сәтінде де баласын ақтап тұр еді. Жанна тағы бір нәрсе айтқысы келді. Ерні қимылдады, бірақ дауысы шықпады. Аппараттың дыбысы өзгере бастады. Палатаға дәрігерлер жүгіріп кірді. «Сыртқа шығыңыз». Марлен анасының қолын жібергісі келмеді, бірақ оны сыртқа алып шықты. Палатаның есігі жабылды. Ал есіктің ар жағында ана өмір үшін соңғы рет күресіп жатты. Палатаның есігі Марленнің көз алдында баяу жабылған сәтте, оның өміріндегі ең ұзақ минуттар басталды. Бұрын уақыттың қалай өткенін байқамайтын адам үшін енді әрбір секунд ауыр жүкке айналды. Дәліздің аппақ қабырғалары, дәрігерлердің асығыс қадамдары, алыстан естілген аппараттардың бір қалыпты үні оның жүрегіне үрей ұялатып, тынысын тарылта түсті. Ол орындыққа отыруға да шамасы келмей, қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Саусақтары қалтырап, ерні кеберсіп кеткенін енді ғана сезді. Дарина ағасына жақындап келді. Көздері ісіп кеткен, жылаудан даусы қарлығып қалған. «Аға, анам соңғы 2 күн бойы сен туралы ғана айтты». Марлен үндемеді. Марлен көп жұмыс істейді, шаршап жүр. Оған ренжімеңдер деп бізді қайта-қайта тоқтатты. Сен туралы ешқашан жаман сөз айтқан жоқ. Марлен көзін жұмып жіберді. Ол өзін бұрын соңды мұншалықты кінәлі сезінген емес. Дарина сөзін жалғастырды. «Кеше кешке мен анамнан, ағаңыз сізге суық қарап кеткеніне ренжісіз бе деп сұрадым. Сонда ол, ана баласына ренжісе, ол ана болмай қалады деді». Осы сөз Марленнің жүрегіне найзадай қадалды. Ол 2 қолмен бетін басып, еңіреп жылады. Бұл байлығына сеніп, ешқашан жұрттың көзінше жас шығармаған адамның алғашқы шынайы көз жас еді. Бірнеше минуттан кейін дәрігер палата есігінен шықты. Жүзінен ештеңе аңғарылмайды. Марлен орнынан атып тұрды. «Дәрігер, анам қалай?» Дәрігер терең күрсінді. Қазіргі жағдайы тұрақтанды. Бірақ осы «бірақ» деген сөз бәрінің жүрегін мұздатып жіберді. «Біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз, алайда ағзасы қатты әлсіреген. Алдағы бірнеше сағат шешуші болуы мүмкін». Марлен басын төмен түсірді. Бірнеше сағат. Ол дәл осы бірнеше сағатта анасына арнамағанына енді ғана өкініп тұр еді. Түн тереңдеген сайын аурухана дәлізде босай бастады. Альбина бір рет келіп жағдайды сұрады. Бірақ оның жүзінде ерекше аламдаушылық байқалмады. «Марлен, өзіңді қолға ал, дәрігерлер қарап жатыр ғой. Ертең жұмыста маңызды кездесуің бар екенін ұмытпа». Марлен баяу басын көтерді.
Ол әйеліне алғаш рет бөтен адамға қарағандай қарады. Сен не айтып тұрсың? Өмір жалғаса береді ғой. Марлен үнсіз орнынан тұрды. Шық. Не? Шық дедім. Альбина таңырқап қалды. Бұрын ешқашан күйеуі оған мұндай үнмен сөйлеген емес. Марлен, менің анам өмір мен өлімнің арасында жатыр, ал сен маған жұмыс туралы айтып тұрсың. Альбина үндемей бұрылып кетіп қалды. Дәл сол сәтте Марлен өзінің соңғы жылдары кімдердің сөзіне еріп жүргенін алғаш рет анық түсінгендей болды. Таңға жуық дос қолына кішкентай ескі конверт ұстап келді. Мұны анаң маған бір ай бұрын берген. Марлен тамырғай қарады. Егер бір күні мен сөйлей алмай қалсам, осыны Марленге өзім бер деді. Марленнің қолы тағы дірілдей бастады. Конверттің сыртында Жаннаның өз қолмен жазған екі ақ сөз тұр екен. Жалғыз ұлыма. Марлен хатты кеудесіне қысып тұрып қалды. Оны ашуға батылы жетпеді. Өйткені ол хаттың ішінде анасының соңғы аманаты жатқанын жүрегі сезіп тұрған еді. Марлен қолындағы сарғайып кеткен конвертке ұзақ қарап отырды. Дәліздегі шамның көмескі жарығы қағаздың бүктелген жерлерін анық көрсетіп бір. Бұрыштары әбден мүжіліп кеткеніне қарағанда, Жанна бұл хатты әлдеқашан жазып қойған сияқты. Демек, ол бір күні баласына айталмайтын сөздері хат арқылы жететінін жүрегімен сезген. Ол конвертті бірден аша алмады, қолдары қалтырап тұрды. Егер бұл анамның маған жазған соңғы сөзі болса ше, осы ойдан кейін кеудесі қысыла түсті. Дос үндемей қасына келіп отырды. Аш, Марлен, кейін өкінбе. Марлен терең дем алып конверттің шетін баяу ашты. Ішінен көк сиямен ұқыпты жазылған бірнеше парақ шықты. Қағаздың шетінде кеуіп қалған кішкентай дақтар бар еді. Марлен оны бірден таныды. Бұл анасының көз жасы. Ол бірінші жолды оқыған бойдақ жан дүниесі төңкеріліп кеткендей болды. Құлыным Марлен, егер сен осы хатты оқып отырсаң, демек мен саған айталмаған сөздерімді тағдыр қағазға жаздырған екен. Ең алдымен бір нәрсені біліп жүрші балам. Мен сені ешқашан кінәлаған емеспін. Кейде үйге кеш келіп маған көңіл бөлмей кеткенімде де, дауыс көтергенімде де, қоңырауыма жауап бермегенімде де жүрегім ауырды. Бірақ ана жүрегі ренішті ұзақ сақтай алмайды. Сен есіктен кірген сайын бәрін ұмытып кететінмін. Марлен хатты әрі қарай оқи алмады. Көзінен аққан жас әріптерді бұлдыратып жіберді. Ол бетін екі алақанымен жауып үнсіз жылады. Дарина ағасының дәл осылай жылағанын өмірінде бірінші рет көріп тұр еді. Біраздан кейін Марлен өзін әрен жинап, хатты жалғастырды. Есіңде ме балам? 5 жасында қатты ауырдым. Дәрігерлер түнді күтпей қалаға алып кету керек деді. Менің қалтамда жол ақысына да жететін ақша болмады. Сол күні әкеңнің маған сыйлаған алтын сақинасын сатып жібердім. Сен аман қалсаң болды деп ойладым. Ол туралы саған ешқашан айтпадым. Себебі ана жасаған жақсылығын міндет қылмау керек. Марленнің көз алдына бала кезі елестеді. Аурухана, ақ қалатты дәрігерлер. Қасында түн ұйқысын 4 бөліп отырған анасы. Ал ол болса, сол әйелді кейін жалғыздыққа қалдырған еді. Хаттың келесі жолдары бұрынғысынан да ауыр болатын. Соңғы кездері маған көп қарамай кеткенімді байқадым. Бірақ оған Альбинаны да, ешкімді де кінәламадым. Әр адам өз таңдауымен өмір сүреді. Сенім жүрегім бір күні бұрынғыдай мейірімге толатынына сендім. Сондықтан күн сайын Алладан кек сенің амандығыңды сұрадым. Марлен хатты кеудесіне қысып алды. Анашым, мен саған не істедім? Дауысы әрен шықты. Соңғы бетте Жаннаның қолтаңбасы бұрынғыдай анық емес еді. Әріптері дірілдеп жазылған. Әлсіреген қолдың ізі байқалып тұр. Марлен көз жасын сүртіп, соңғы жолдарды оқшыды. Балам, егер бір күні мені іздеп қалсан, бөлмемдегі сандықтың ең астында көк орамалға түйілген кішкентай дорба бар. Оның ішінде сенің бала кезінен сақтап жүрген заттарым жатыр. Оларды көргенде менің сені қаншалықты жақсы көргенімді түсінерсің. Бірақ бір өтінішім бар. Егер мені шын жақсы көрсен, менен емес, тірі жүрген қарттардан мейіріміңді аяма. Бір ананың көз жасы екінші ананың көз жасына айналмасын. Хат аяқталды. Марлен үнсіз отырып қалды. Парақтардың үстіне көз жасы тамшылап жатты. Дәл сол сәтте жансақтау бөлімнен медбике асығыс жүгіріп шықты. Жаннаның туыстары қайда? Дәрігер тез шақырып жатыр. Дарина орнынан атып тұрды. Доста жалмажан есікке қарай ұмтылды.
Марленнің жүрегі зу ете қалды. Ол хатты кеудесіне қысып, жансақтау бөліміне қарай жүгірді. Ішінде бір ғана тілек бар еді. Тек анаммен тағы бір рет сөйлесуге мүмкіндік берші. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Жанна демін әрең алып жатты. Кенет ол әлсіз ғана: Марлен, тыңдап тұрмын, анашым. үйде ешкімді ренжітте. Уәде беремін. Даринаға қамқор бол. Болам, доспен арамды үзбе. Үзбеймін. Жанна тағы бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін ерні әрең қимылдап: Альбинаны жек көрме. Марлен таңырқап анасына қарады. Осындай халде жатқан адамның да ешкімге жамандық тілемейтініне сене алмады. Ананың жүрегі соңғы деміне дейін кешірімге толы екен. Кенет аппараттың дыбысы өзгере бастады. Дәрігерлер бірден палатаға кірді. Қысым төмендеп барады. Дәрі дайындандар. Оттегіні көбейтіндер. Марленді сыртқа шығармақ болды. Бірақ ол анасының қолын жібермей: жоқ, мен осында боламын. Бас дәрігер оның иығына қолын қойды. Қасында болыңыз, бірақ кедергі жасамаңыз. Марлен анасының қолын екі алақанына қысып, көз жасын тоқтата алмады. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Жанна әлсіз ғана көзін ашты. Бұл сөзді ол жылдар бойы күтті. Кеш болса да естіді. Ернінде өте әлсіз күлкі пайда болды. Мен де, балам. Осы сөзден кейін оның саусақтары баяу босай бастады. Аппараттың дыбысы күрт өзгерді. Палаташын дәрігерлердің дауысы кернеді. Ал Марлен тағдырдың ең ауыр сынағы енді ғана басталғанын әлі түсінген жоқ еді. Палатаның іші әп-сәтте абыр-сабыр болып кетті. Ақ қалатты дәрігерлер бірінің сөзін бірі іліп әкетіп, аппараттардың түймелерін басып, Жаннаның өмірін сақтап қалу үшін бар күштерін салып жатты. Медбикелердің асығыс қадамдары мен дәрігерлердің қысқа бұйрықтары ғана естіліп тұрды. Ал сол сәтте Марлен үшін бүкіл әлемнің үні өшіп қалғандай еді. Ол анасының қолын жібермей тізерлеп отырды. Көз алдында өмір бойы өзін ғана ойлаған, өз бақыты үшін барын берген жанның демі үзіліп бара жатты. Анашым, өтінемін, кете көрмеңіз. Мен дәрін өзгертемін. Сізді қайтадан үйге алып кетемін. Күнде жаныңызда боламын. Кек көзімізді жұмбаңызшы. Бірақ уақыт ешкімнің жалынуына тоқтамайды. Дәрігерлердің әрекеті барған сайын үдей түсті. Жүрек соғысы әлсіреп барады. Дәріні енгізіңдер. Тағы бір рет. Марлен үмітпен дәрігерлерге қарады. Олардың әр қимылынан анасының аман қалатынын күтті. Бірнеше секунд, бірнеше минут. Сосын палата іші аяқ астынан тып-тыныш болып қалды. Аппараттың үздіксіз созылған ащы үні ғана естілді. Бас дәрігер көзілдіргін шешіп, ауыр күрсінді. Ол сағатына қарап уақытты айтты. Өкінішке қарай, қалған сөзді Марлен естіген жоқ. Құлағы шынылдап кетті. Әлем төңкеріліп кеткендей болды. Анасының қолын қысып отырған саусақтары дірілдеп, еріксіз қалтырай бастады. Жоқ, жоқ, бұл мүмкін емес. Дәрігер, тағы бір рет көріңізші. Ол жаңа ғана менімен сөйлесті ғой. Ол күлімсіреді ғой. Дәрігер үнсіз басын шайқады. Дарина палатаға кірген бойда: анашым, деп еңіреп жібере құлады. Диас қабырғаға сүйеніп жүзін теріс бұрды. Дос көз жасын сүртпек болды, бірақ қолы да қалтырап тұрды. Ал Марлен, ол жылаған да жоқ, айқайлаған да жоқ. Кек анасының маңдайынан баяу сүйіп: кешіріңіз, деп сыбырлады. Бұл сөзді ол 1000 рет айтқысы келді, бірақ енді анасы жауап бермейтін еді. Бірнеше сағаттан кейін Жаннаның үстеріндегі жеке заттарын Марленге табыстады. Ескі көзілдірік, дұға оқитын кішкентай кітап, тозған әмиян, ақ орамал және кішкентай ғана телефон. Марлен телефонды қолына алды. Экран әлі сөнбеген екен. Қоңыраулар тізімін ашты. Жоғарғы қатарда 3 рет қайталанған бір ғана нөмір тұрды. Марлен. Үшеуі де жауапсыз қалған қоңыраулар. Марленнің жан дүниесі қақ айырылғандай болды. Ол телефонды кеудесіне қысып, дауыс шығарып жылады. Анашым, сол күні бір рет көтергенімде бәрі басқаша болар ма еді? Бұл сұрақтың жауабын енді ешкім бере алмайтын. Ал дәліздің арғы жағында қара киім киген қызметкерлер Жаннаны соңғы сапарға дайындап жатқан еді. Аурухананың ұзын дәлізінде адамдардың аяңдаған дыбысы ғана естіліп тұрды. Бірнеше сағат бұрын дәрігерлер жанталасып жүгірген сол жер енді тым-тырыс қалыпқа енген. Бірақ Марленнің жан дүниесінде дауыл басылар емес еді. Ол орындықтан тұруға да шамасы келмей,
Анасының телефонын екі қолымен қысып ұстап отырды. Экрандағы соңғы қабылданбаған қоңыраулар қайта-қайта көз алдына келе берді. Дарина ағасының қасына үнсіз келді. Аға, Марлен басын көтермеді. Анам сізге ренжіп кетті деп ойламаңыз. Ол баяу ғана күліп жіберді. Бірақ бұл күлкі емес. Өз-өзін кінәлаған адамның шарасыз күйі еді. Дарина, сен білесің бе? Мен соңғы рет анамды қашан құшақтағанымды есіме түсіре алмай отырмын. Дарина көз жасын сүртті. Мен де есіме түсіре алмаймын. Екеуі үнсіз қалды. Кешке қарай Жаннаның денесін үйге алып келді. Үйдің есігі баяу ашылғанда, Марленнің жүрегі тағы да шым етті. Бұл үйге анасы енді ешқашан өз аяғымен кірмейтін еді. Кеше ғана осы табалдырықта тұрып, балам, жолың болсын деп шығарып салған адам бүгін үнсіз оралып жатыр. Көрші қолаң, ағайын туыс жинала бастады. Жаннаны танитындардың бәрі бір сөзді айтып жатты. Неткен ақ көңіл жан еді. Ешкімге ауыр сөз айтпайтын, өз баласын ғана мақтап отыратын. Әрбір айтылған сөз Марленнің жүрегіне жана жара салғандай болды. Бөлмеге кірген соң дос Марленнің өйғына қолын қойды. Сен анаңның бөлмесіне кірдің бе? Жоқ, бар. Марлен есікті жайлап ашты. Бөлменің іші өзгермеген. Төсек ұқыпты жиналған. Керезенің алдында кішкентай гүлтір. Қабырғада Марленнің мектеп бітіргендегі суреті ілулі екен. Суреттің шаны да сүртіліп қойған. Жанна оны күнде тазалап жүргендей. Марлен суретке ұзақ қарап тұрды. Сонда анам мені осынша жақсы көріп жүріп, дауысы үзіліп кетті. Ол шкафтың есігін ашты. Ішінде өзіне тоқып берген, бірақ ешқашан кимеген жылы жемпір ілулі тұр екен. Қалтасында кішкентай қағаз болды. Марлен жайлап ашып оқыды. Марлен тоңбасын деп тоқыдым. Өлшемі дәл келсе екен. Қағаздың соңында кішкентай ғана жүрек белгісі салынған. Марлен жемпірді құшақтап тізерлеп отыра кетті. Неге мен мұны бір рет болса да кимедім? Ол өзін кешіре алмай жатты. Сол кезде дос бөлмеге кірді. Қолында көк түсті орамалға түйілген шағын дорба бар еді. Мұны анаң хатында жазған. Сандықтың ішінен таптым. Марлен дорбаны жайлап шешті. Ішінен бірінен кейін бірі естеліктер шықты. Алғашқысы балалық шағындағы кішкентай бәтеңкесі. Кейін алғашқы сурет дәптері. Мектепте алған алғашқы мақтау қағазы. Балабақшада жасаған пластилиннен мүсін. Тіпті бала кезінде түсіп қалған сүт түсі де кішкентай қорапшада сақталыпты. Дарина көз жасын тия алмай. Анам мұның бәрін өмір бойы сақтап келген. Марлен үнсіз отыр. Дорбаның ең түбінде тағы бір бүктелген қағаз жатты. Сыртына Жанна өз қолымен. Марлен, мұны мен кеткеннен кейін ғана оқысын, деп жазып қойған еді. Марлен қағазды қолына алды. Жүрегі тарсылдап соғып тұр. Ол бұл хаттың ішінде анасының өмір бойы жасырған ең үлкен сыры жатқанын сезді. Марлен қағазды қолына алған сәтте саусақтары тағы да дірілдей бастады. Бірнеше күннің ішінде оның бүкіл өмірі астан-кестен болып кеткен еді. Кеше ғана өзін ешкімге мұқтаж емеспін деп жүрген адам бүгін анасының қолымен жазылған әр әріпті көзінің қарашығындай сақтағысы келіп тұр. Бөлмеде үнсіздік орнады. Дарина мен доста демдерін ішіне тартып, Марленнің хатты ашуын күтіп отырды. Қағаздың алғашқы жолдарын оқи бастағандақ, оның жүрегі шымете қалды. Құлыным Марлен, бұл хатты сен, мен өмірден өткеннен кейін ғана оқисың деп ойладым. Сондықтан саған өмір бойы айтпаған бір шындықты енді жасыра алмаймын. Мен сенің маған ештеңе қарыз емес екеніңді әрдайым білетімін. Қарыз болса ол, менің саған деген махаббатым ғана. Өйткені ана махаббатының өтеуі болмайды. Марлен еріксіз көз жасын сүртті. Ол әр қарай оқыды. Сен 13 жасқа толған жылы қатты ауырып қалдым. Дәрігерлер шетелден әкелінетін өте қымбат ем керек екенін айтты. Ол кезде менің қолымда ештеңе жоқ еді. Үйімізді сатсам да ақша жетпейтін. Мен күндіз бір жұмыста, түнде екінші жұмыста еңбек еттім. Сен ұйықтап жатқанда үйге келіп, таң атпай қайта кететінмін. Сен мені қасында аз болды деп ойлаған шығарсың. Бірақ мен әр минутымда сенің өмірің үшін сатып жүргенімді ешқашан айтпадым. Марлен хатты кеудесіне қысып көзін жұмды. Оның есіне түсті. Иә, бір кезде анасы түнде үйде болмайтын. Ол, анам мені жақсы көрмейді ме екен деп ойлайтын.
Ал шындық мүлде басқа екен. Хаттың келесі жолдары бұрынғысынан да ауыр еді. Сен университетке түскен жылы оқу ақысын төлеуге тағы ақша жетпеді. Есінде болса, мен саған бәрі дайын деп айттым. Бірақ оның алдында әкеңнен қалған жалғыз үйді кепілге қойғанымды сен білген жоқсың. Егер сен оқымай қалсаң, өмір бойы өзімді кешірмейтін едім. Марленнің тынысы тарылып кетті. Ол сол кезде анасына: «Бұл үй ескі, бәрібір түкке тұрмайды» деп ренжігені есіне түсті. Ал анасы үндемеген. Хаттым соңғы бөлігіне жеткенде қағаздың әр жеріне көз жасының ізі түсіп кеткені байқалды. «Балам, егер бір күні мен болмай қалсам, мен үшін жылама. Менің ең үлкен қорқынышым өлу емес еді. Менің қорқынышым сенің жүрегің мейірімнен айырылып қалама деген ой болатын. Егер осы хатты оқып отырып жыласан, демек сенің жүрегің әлі тірі. Онда менің өмірім бекер өтпеген екен». Марлен хатты аяқтай алмай еңіреп жіберді. Дос бұрылып кетті. Дарина да көз жасын жасыра алмады. Дәл сол сәтте сырттан егде жастағы бір әйел кірді. Оны ешкім танымады. Қолында ескі дорба бар. Ол Жаннаның суретіне ұзақ қарап тұрып: «Мен кешігіп қалыппын», деді дірілдеген дауыспен. Марлен жақындады. «Сіз кімсіз?» Әйел көзіне жас алып: «Менің атым Лаура. Осыдан 25 жыл бұрын сенің анаң менің өмірімді сақтап қалған». Үй ішін үнсіздік басты. Марлен аң-таң болып қалды. Өйткені ол бұл әйелді анасының өмірінен ешқашан естімеген еді. Ал Лаураның келесі айтатын сөздері Жаннаның ешкім білмеген тағы бір қырын ашып, Марленнің жүрегіне бұрынғыдан да ауыр салмақ түсіретін еді. Марлен үнсіз тыңдап тұр. «Мен алмаймын» дедім. Сонда ол маған: «Ақша қайтып келеді, ал адамның үміті қайтып келмеуі мүмкін» деді. Үйде отырғандардың бәрі көз жасын тыя алмады. «Бірақ бұл бәрі емес» деді Лаура. «Бір аптадан кейін сенің анаң мені өзі жұмыс істейтін жерге алып барды. Басшысына өтініп жүріп, маған жұмыс тауып берді. Кейін балаларымды мектепке орналастыруға көмектесті. Ешқашан жасаған жақсылығын бетіме басқан емес». Марлен үнсіз басын төмен түсірді. Ол өмір бойы анасының тек өзіне ғана жақсылық жасағанын ойлайтын. Сөйтсе, Жанна өзгенің де қайғысын арқалап жүрген екен. Лаура дорбасынан сарғайған бір конверт шығарды. «Мұны мен өмір бойы сақтап келдім». Ішінен бірнеше ескі купюра мен кішкентай қағаз шықты. Қағазда Жаннаның қолымен жазылған сөйлем бар еді: «Егер бір күні тұрмысың түзелсе, маған қайтарма. Оның орнына қиын жағдайдағы басқа бір адамға көмектес». Марленнің көзінен жас тағы да парлап кетті. «Ол ақшаны қайтаруға талай рет бардым, бірақ сенің анан алмады. Неге?» «Жақсылықтың өтеуі тағы бір жақсылық» деді. Сол кезде үйге тағы бір егде кісі кірді. Ол да Жаннаның суретіне қарап тұрып, үнсіз дұға оқыды. «Мен де осы әйелге өмір бойы қарызбын». Марлен таңырқап қалды. «Сізде ме?» Қария басын изеді. «Иә, бірақ менің оқиғам бұдан да ауыр». Марлен сол сәтте анасының өмірі өзі ойлағаннан әлде қайда терең екенін түсінді. Ол анасының күнде кешігіп келетін жұмыстары, шаршаған жүзі, үнсіз жылаған түндері кек өз отбасы үшін емес, айналасындағы талай адамның тағдыры үшін өткенін енді ғана ұға бастады. Ал есік алдында тұрған қарияның айтатын әңгімесі Марленді өмір бойы мазалайтын тағы бір шындықтың бетін ашатын еді. Қаралы үйге кірген қарияның жүрісі баяу болғанмен, жүзінде ерекше сабыр бар еді. Ол табалдырықтан аттай бере, аяқ киімін шешіп, Жаннаның суретінің жанына келді. Бірнеше секунд үнсіз тұрып, қос қолын жайып дұға оқыды. Дұғасын аяқтаған соң, суретке ұзақ қарап қалды. «Жатқан жерің жарық болсын, Жанна. Сендей адам бұл дүниеге сирек келеді». Марлен орнынан тұрып, қарияның жанына келді. «Ата, анамды қайдан танисыз?» Қария ауыр күрсініп, орындыққа жайлап отырды. «Менің атым Асқар. Әкен достың ем жақын досы болатынмын». Бұл сөзді естігенде Марлен елең ете қалды. Өйткені әкесі туралы үйде өте аз айтылатын. Ол кішкентай кезінде әкесінен айырылғандықтан, оның өмір жайлы көп нәрсені білмейтін. «Әкең екеуміз бір мекемеде жұмыс істедік. Өте адал, өте еңбекқор азамат еді. Бірақ ауыр дерт оны ерте алып кетті». Асқар атаның жанары алыста қалған жылдарға қадалғандай болды. «Әкең өмірден өтер алдында мені ауруханаға шақырды». Марлен үнсіз тыңдап отыр. «Ол кезде сен 9 жаста едің». Асқар атаның дауысы дірілдеп шықты. «Маған қолымды қысып тұрып, Жанна жалғыз қалады.
Марленді адам қылып өсірем деп өзін ұмытып кетеді. Қолынан келсе, екеуін сырттай бақылап жүр, деді. Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Мен сол күннен бастап сендерді алыстан бақылап жүрдім, деді қария. Бірнеше рет Жаннаға көмектесейін деп ақша апардым. Ал анам алды ма? Жоқ. Асқар ата басын шайқады. Бір тиынды алмады. Неге? Күйеуім баласын ешкімге алақан жаймай өсірет деп сеніп кетті. Мен оның сенімін ақтауым керек, деді. Марленнің жүрегі тағы шым ете қалды. Ол анасының өмір бойы ешкімге мұңын шақпағанын енді түсіне бастады. Асқар ата сөзін жалғастырды. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатсам, жаңбыр жауып тұр екен. Жанна аялдамада тұр, қолында ауыр сөмкелер. Мен көлігіммен тоқтап, отырыңыз, үйіңізге жеткізіп тастайын, дедім. Ол күлімсіреп, рахмет, жаяу барам. Үйге жеткенше баламның ертеңгі оқу ақысын қалай табамын деп ойланам, деді. Мен үндемей қалдым. Сол кезде оның аяқ киімнің табаны тесіліп кеткенін көрдім. Бірақ өзі соған мән бермейді. Бар ойы баласы. Марлен көзін жұмып жіберді. Оның есіне мектепке жаңа аяқ киіммен барған күні түсті. Сыныптастары қызылып тараған. Ал анасы сол кезде ескі аяқ киіммен жүрген екен. Ол мұны мүлде байқаматты. Асқар ата қалтасынан кішкентай сурет шығарды. Мынаны сенің анаң маған әкең қайтыс болғаннан кейін берген. Марлен суретті қолын алды. Онда кішкентай Марлен әкесінің ұйығында күліп отыр. Артқы бетінде Жаннаның жазуы бар екен. Ұлым ешқашан өзін жетім сезінбесін. Марлен суретті кеудесіне басты. Анашым, дауысы үзіліп кетті. Асқар ата орнынан баяу тұрды. Балам, сенің анаң өмір бойы бір ғана нәрседен қорықты. Марлен көз жасын сүртіп. Неден? Сенің жүрегіңнің қатып қалуынан. Ол маған соңғы рет кездескенде, ұлым бай болса болсын, бірақ жүрегі кедей болып қалмаса екен, деді. Марлен басын төмен сүрді. Ол дәл сол қатетелікті жасаған енді ғана толық түсінді. Дәл сол сәтте сырттан қара костюм киген бір ер адам кірді. Оны көрген бойда Альбинаның өңі қашып кетті. Ер адам ешкімге қарамай. Менің Жанна апайдың алдында өтелмеген қарызым бар, бірақ бүгін мен бұл үйге басқа бір шындықты айту үшін келдім. Оның сөзі үйдегілердің бәрін елең еткізді. Ал Альбина болса, орындықтың шетіне отыра кетіп, жүзін төмен салды. Өйткені, әлгі адамның аузынан шығатын шындық, оның көп жылдан бері жасырып жүрген құпиясын ашып жіберуі мүмкін еді. Қара киім киген ер адам табалдырықтан аттаған сәтте, үй ішіндегі әңгіме сап тыйылды. Барлығының назары соған ауды. Оның жүзінен шаршағандық байқалғанымен, жанарында ауыр ойдың табы бар еді. Ол Жаннаның суретінің алдына келіп, басын иіп ұзақтырды. Екі алақанын жайып, үнсіз дұғаға оқыды. Сосын ғана Марленге бұрылды. Сен Марленсің ғой. Иә, менің атым Нұрлан, анаң мені танитын, бірақ сен мені көрген емессің. Марлен оның жүзінен бір нәрсе іздегендей болды. Сіз жаңа өтелмеген қарызым бар дедіңіз. Нұрлан ауыр күрсінді. Иә, мен өмір бойы сол қарыздың салмағымен жүрдім. Осыдан 8 жыл бұрын менің кәсібім күйреп қалды. Несием көбейіп, үйімді сатуға дейін жеттім. Әйелім ауырып қалды. Қызымның оқу ақысын төлей алмай, бәрінен үмітімді үзген кезім еді. Ол сөзін жалғастыра алмай, бір сәт үнсіз қалды. Сол кезде сенің анаңмен кездестім. Марлен таңырқап тыңдап отыр. Мен оған жағдайымды айтқан жоқпын. Бірақ ол жүзімнен бәрін түсінді. Сосын, ертеңіне менің жұмыс орныма өзі келді. Жалғыз келді ме? Иә. Қолында кішкентай ғана конверт болды. Нұрланның дауысы дірілдеп кетті. Ол маған, мұнаны алма десең де аласың. Балаңның оқуын тоқтатпа. Бірақ бір шартым бар. Қандай шарт? Марлен ешқашан бұл туралы білмесін. Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Марлен анасының суретіне қарады. Жүрегі бұрынғыдан бетер сыздап кетті. Анам, неге бәрін үнсіз көтердім? Нұрлан сөзін жалғастырды. Мен конвертті ашқанда ішінде қомақты ақша болды. Ол ақшаны қайдан алған? Кейін білдім. Нұрлан төмен қарады. Сенің анаң өзінің емделуге жинап жүрген ақшасын маған берді. Дарина аузын қолмен басып қалды. Емделуге ме? Иә. Сол кезде дәрігерлер оның жүрегіне ота жасау керек деген екен. Марлен селк етіп кетті. Не дейсіз? Бірақ ол емделудің орнына менің қызыма көмектескен.
Марленнің аяғы әлсіреп орындыққа отыра кетті. Ол анасының соңғы жылдары неге жиі ауыра бергенін енді ғана түсінді. Нұрлан қалтасынан ескі бант түбіртегін шығарды. Мынау сол күннен қалған жалғыз қағаз. Марлен қағазға қарады. Төлем күні, сомасы, барлығы анық жазылған. Ал төлеуші деген жерде Жанна. Марлен көз жасын тоқтата алмады. Демек, анам өз өмірінен бас тартып, өзгенің өмірін таңдады, деді Нұрлан оның сөзін аяқтап. Осы сәтте бұрышта үнсіз отырған Альбинаның ойығы дірілдей бастады. Ол көз жасын жасыруға тырысқанмен қолынан келмеді. Марлен алғаш рет оған қарады. Саған не болды? Альбина орнынан баяу тұрды. Дауысы әрен шықты. Марлен, иә, мен саған бір нәрсені мойындауым керек. Үйдегі жұрттың бәрі оған бұрылды. Альбинаның жүзі бозарып кеткен. Ол Жаннаның суретіне қарап тұрып, мен сенің анаңа үлкен қиянат жасадым. Бірақ ол оны саған еш қашан айтқан жоқ. Марленнің жүрегі зу ете қалды. Қандай қиянат? Альбинаның келесі сөздері Марленнің бүкіл отбасына деген көзқарасын тағы бір рет түбегейлі өзгертетін еді. Үйдің ішіндегі ауыр тыныштықты ешкім бұзуға батылы жетпеді. Альбина орнынан тұрғанымен аяғы қалтырап әрен тұрды. Ол Жаннаның суретіне ұзақ қарап, ернін тістеп алды. Көзінен аққан жасын сүрткісі келгенімен қолы көтерілмеді. Марлен оған үнсіз қарап тұрды. Бұрын дәл осындай үнсіздік оның ашуын келтіретін. Ал бүгін ол үнсіздіктің ар жағында қандай шындық жатқанын білгісі келіп, жүрегі атша тулап тұрды. Альбина, не айтқың келеді? Альбина ауыр күрсінді. Мен бұл сөзді көп жылдан бері ішімде сақтап келдім. Бірақ енді үндемесем, өзімді еш қашан кешірмеймін. Үйдегілердің бәрі оған назар аударды. Есінде ме, Марлен? Бір күні анаңнан алтын сырға жоғалып кетті. Марлен басын изеді. Иә, анам өзі жоғалтып алдым деген. Альбина көзін төмен түсірді. Ол жоғалтқан жоқ. Онда? Оны мен сатып жібердім. Үй ішін меңіреу тыныштық басты. Дарина орнынан атып тұрды. Не дедіңіз? Альбина жылап жіберді. Ақша керек болды. Бірақ Марленге айтуға ұялдым. Сондықтан енеңіз байқамайды деп ойладым. Марлен үнсіз қатып қалды. Анам білді ме? Иә. Сонда не деді? Альбина көз жасын сүртіп, ештеңе демеді. Мен өзім барып мойындадым. Ол маған қарап күлімсіреді де, ең бастысы Марлен білмесін. Ол әйеліне ренжіп қалмасын деді. Марлен көзін жұмып жіберді. Анасы тағы да өзін емес, ұлын қорғаған. Альбина сөзін жалғастырды. Бұл жалғыз оқиға емес. Марлен ауыр дем алды. Тағы не бар? Бір күні ашуланып, Жанна апайға дауысы дірілдеп кетті. Бұл үйден кетсеңіз жақсы болар еді дедім. Дарина көз жасын тыя алмай. Сіз шынымен солай дедіңіз бе? Альбина басын изеді. Ол үнсіз ғана бөлмесіне кіріп кетті. Кейінше, түнде менің бөлмеме келді. Не үшін? Қолында бір кесе ыстық шай бар еді. Үйдегілер таңырқай қарады. Ол маған шай ұсынып, қызым, сен де шаршайсың. Мен саған ауырлық түсіріп жүрген шығармын. Егер мен кетсем, сендер бақытты болсаңдар, мен ренжімеймін деді. Альбина еңіреп жылап жіберді. Сол сәтте кешірім сұрауым керек еді, бірақ тәкаппарлығым жібермеді. Марлен баяу анасының бос тұрған бөлмесіне қарады. Оның есіне бір күн түсті. Жанна бірде. Балам, мен ауылға біраз уақыт барып келейін бе деп сұраған. Ал ол еш ойланбастан. Қаласаңыз бара беріңіз деп жауап берген. Сол кезде анасының көзінен мұң байқалған енді ғана есіне алды. Бәлкім ол ешқайда кеткісі келмеген шығар. Кек баласының өзіне қалшы дегенін күтті. Бірақ ол сөз ешқашан айтылмады. Альбина тізерлеп отырып қалды. Марлен, мені кешірші. Марлен үнсіз тұрды. Ол дәл қазір ешкімге ашулана алмады. Өйткені өз кінәсі бәрінен де ауыр екенін түсініп тұрған. Мен де кінәлімін, деді ақырын. Жоқ. Егер мен анама қорған болсам, егер оның көз жасын көрсем, ешкім оған ауыр сөз айта алмас еді. Дарина үнсіз жылады. Дос терезеге қарап тұрды. Қаралы үйді тағы да үнсіздік басты. Дәл сол кезде есік қағылды. Есікте шамамен 12 жасар кішкентай қыз тұр екен. Қолында ақ гүл шоғы бар. Ол Жаннаның суретіне қарап, гүлді жайлап қойды. Сосын Марленге бұрылып, сіз Жанна әженің ұлысыз ба? Иә. Қыздың көзінен жас шығып кетті.
Егер Жанна әже болмағанда, мен бүгін тірі болмас едім. Марлен таңырқап қалды. Ол анасының өмірінде әлі қанша адамның тағдыры бар екенін білмейтін. Ал әлгі қыздың әңгімесі Жаннаның соңғы жылдары жасаған ең үлкен жақсылығының сырын ашатын еді. Үй ішіндегі адамдардың бәрі кішкентай қызға бұрылып қарады. Оның қолындағы аппақ гүлдер дірілдеп тұр. Өзі де қатты толқып тұрғаны жүзінен анық байқалады. Ескілеу көйлегінің жеңін қысып ұстап алған. Бірақ жанарында қорқыныштан гөрі Жаннаға деген сағыныш басым еді. Марлен қыздың жанына баяу келді. Қарағым, атың кім? Әмина. Жанна әжені қайдан танисың? Қыз көз жасын сүртіп, Жаннаның суретіне қарап тұрып сөзін бастады. Мен оны ешқашан бөтен адам деп ойлаған емеспін. Ол мен үшін туған әжемдей еді. 2 жыл бұрын анам қатты ауырып қалды. Әкем бізді тастап кеткен. Үйде тамақ болмайтын күндер жиі болатын. Мен мектептен қайтып келе жатқанда, дүкеннің алдында ұзақ тұрып, адамдардың сатып алған нанын қызыға қарайтынмын. Үйдегілер үнсіз тыңдап отыр. Бір күні қарным қатты ашып тұрды. Ақшам жоқ еді. Дүкеннің жанында жылап отырғанымда Жанна әже көріп қалды. Қыздың даусы дірілдеп кетті. Ол қасыма келіп, «Қызым, неге жылап отырсың?» деп сұрады. Мен үндемедім, ұялдым. Кейінше, ол ештеме сұрамастан дүкенге кіріп кетті. Әмина көзіне жас алып, сөзін жалғастырды. Біраздан кейін қолында бір бөлке нан, сүт, май, шәй, қант және тәтті тоқашпен шықты. Маған бәрін ұстатып, мұны үйіне апар, бірақ бір шартпен. Марлен еріксіз анасының сөзін жалғастырып жібергендей болды. Қандай шарт? Қыз күлімсіреп жылады. Өскенде сен де бір жылаған адамның көз жасын сүрт. Үйдегілердің ешқайсысы көз жасын жасыра алмады. Сол күннен бастап Жанна әже бізге ай сайын келіп тұрды. Не әкелетін? Кейде азық-түлік, кейде дәттер, кейде мектеп формасы, кейде ештеңе әкелмейтін. Кек келіп, сабағым қалай деп күлімсіреп сұрайтын. Маған сол күлкі бәрінен қымбат еді. Марлен үнсіз тыңдап отырды. Кенет оның есіне бір оқиға түсті. Бірнеше ай бұрын анасынан, «Ақшаңыз тағы қайда кетіп жатыр?» деп ашуланып сұраған еді. Жанна сонда, «Аздап керегіме жұмсадым» деп қана жауап берген. Ал Марлен, «Осынша жаста ақша ұстай алмайсыз» деп ренжіген болатын. Сөйтсе, сол ақша осы қыздың отбасының асы болған екен. Әмина сөмкесінен кішкентай сурет шығарды. «Мұнаны сізге беруімді Жанна әже өтінген». Марлен суретті алды. Онда Жанна мен Әмина екеуі күліп тұр. Артында Жаннаның жазуы бар екен. Бұл қыздың жанарынан өз ұлымның бала күнгі мейірімін көрдім. Марлен хатты оқи сала еңіреп жылады. Өйткені анасы өз ұлының жоғалтып алған мейірімін бөтен баланың көзінен іздеген екен. Әмина сөзін аяқтап. Жанна әже маған әр кездескен сайын, әке-шешен тірі болса, ешқашан көңілін қалдырма деп айтатын. Мен ол кезде бұл сөздің мәнін түсінбейтінмін. Қазір түсіндім. Марлен басын төмен салды. Бұл сөз дәл оның жүрегіне арналғанда естілді. Дәл сол сәтте дос сырттан асырыс кірді. Жүзінде бұрынғыдан да ауыр мұң бар. Марлен, не болды? Мен сенің анаңның жұмыс істеген жеріне барып келдім. Сосын, дос үнсіз бір қалым дәптерді оның қолына ұстатты. Бұл Жаннаның жеке күнделігі. Күнделігі? Иә. Оны оқуға батылым жетпеді. Неге? Достың көзіне жас толды. Өйткені бірінші бетінде сенің атым жазылып тұр. Марлен күнделікті қолына алды. Қалым дәптердің алғашқы бетінде анасының таныс жазуы көрінді. Менің жалғыз ұлым Марлен туралы. Марленнің жүрегі тағы бір рет шым ете түсті. Ол бұл күнделіктің ішінде анасының ешкімге айтпаған барлық мұңы жатқанын сезді. Марлен қалың көк мұқабалы күнделікті қолына алған сәтте, жүрегі бұрынғыдан бетер дүрсілдей бастады. Дәптердің шеттері әбден тозған. Демек, Жанна оны жылдар бойы қолынан тастамаған. Мұқабасының ішкі бетіне ұқыпты әріптермен бір ғана сөйлем жазылыпты. Егер бұл күнделік ұлымның қолына тисе, мен оған ренжімей кеткенімді білсін. Марлен еріксіз көзін жұмды. Анашым, ол күнделіктің бірінші бетін ашты. Бүгін Марлен алғаш рет маған дауысын көтерді. Ол кешке жұмыстан шаршап келді. Мен тек тамақ ішесің бе деп сұрадым. Ол мазаламаңызшы деді. Сол сәтте жүрегім ауырды.
Бірақ мен оның шаршағанын түсіндім. Ертең бәрі жақсы болады деп өзімді жұбаттым. Марден бетін алақанымен жауып қалды. Ол сол күнді анық есіне түсірді. Бірақ өзі үшін бұл ұсақ нәрсе болған, ал анасы сол күнді күнделікке жазып қойған. Келесі бет. Бүгін Марден туған күнімді ұмытып кетті. Таңнан кешке дейін телефонға қарап отырдым. Әр қоңырау соққан сайын ұлым шығар деп қуандым. Бірақ ол хабарласпады. Кешке өзім телефон соғайын деп едім. Мазаламайын дедім. Бәлкім жұмысы көп шығар. Марден күнделікті оқи алмай қалды. Дарина еңіреп жылап жіберді. Анам сол күні маған да ештеңе айтпады. Марден қайтадан оқи бастады. Бүгін дүкенде әдемі пальто көрдім. Ұзақ қарап тұрдым. Сатушы, өлшеміңіз келет деді, бірақ алмадым. Марденнің көлігіне сақтандыру төлеу керек екенін есіме түсірдім. Балам қиналмасын дедім. Марден үнсіз отырып қалды. Ол сол жылы жаңа көлік алған. Ақшаның қайдан шыққанын сұрамаған. Анасы да айтпаған. Тағы бір бет. Бүгін дәрігер жүрегіме шұғыл ем қажет екенін айтты. Үйге келе жатып көп ойландым. Егер барлық ақшамды емге жұмсасам, Марденнің кәсібіне көмектесе алмаймын. Ол армандаған ісін бастай алмай қалады. Марлен күнделікті қолынан түсіріп алды. Жоқ, дауысы қарлығып шықты. Жоқ, Ол өз-өзіне қайта-қайта осы сөзді айтып отырды. Өйткені оның табысты кәсібінің астарында анасының емделмей қалған жүрегі жатқанын енді ғана білді. Күнделіктің соңғы беттеріне қарай жазулар өзгеріп кеткен. Әріптері дірілдеп жазылған. Кей жерлерде сөйлемдер аяқталмай қалған. Жаннаның қолы әлсірегені байқалады. Марлен соңғы жазбаны оқыды. Бүгін Марлен маған күлімсіреп қарады. Бар болғаны 2 секунд қана. Бірақ сол 2 секунд үшін мен бірнеше ай күткенімді сезбедім. Демек, менің баламның жүрегі әлі мейірімді. Бір күні бәрін түсінеді. Сол күнді көре алмасам да күтемін. Марлен күнделікті кеудесіне қысып, дауыс шығарып жылады. Анашым, мен тым кеш түсіндім. Бірақ сіздің аманатыңызды орындаймын. Ол көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Жаннаның суретінің алдына келіп, басын иді. Мен енді ешбір ананың көз жасына себеп болмаймын. Бұл сізге берген алғашқы уәдем. Дәл сол сәтте есік қағылды. Пошта қызметкері қолында үлкен қоңыр конвертпен тұр екен. Марлен Жаннаулы осында тұра ма? Иә. Бұл хатты анаңыз 3 ай бұрын қалдырып кеткен. Тек мен қайтыс болғаннан кейін беріңдер деп арнайы тапсырған. Марленнің жүрегі тағы да дүрсілдей жөнелді. Өйткені бұл анасының соңғы аманаты болуы мүмкін еді. Марлен пошта қызметкерінің қолындағы қоңыр конвертке ұзақ қарап тұрды. Конверттің сыртында анасының өз қолымен жазылған таныс жазу көзге бірден түсті. Марленнің өз қолына тапсырылсын. Осы бірнеше сөздің өзі оның жүрегін шымырлатып жіберді. Пошта қызметкері үнсіз қол қойдырды да, басын иіп шығып кетті. Үй ішіндегі жұрттың ешқайсысы сөйлемеді. Барлығы Марленнің конвертті ашуын күтіп тұрды. Ол конверттің шетін баяу жыртып, ішінен бірнеше парақ қағаз бен банк құжатын шығарды. Бірінші бетте былай деп жазылыпты. Құлыным Марлен, бұл хатты оқып отырсаң, демек мен бұл дүниеде жоқпын. Бірақ сен ешқашан жалғыз емессің. Менің саған деген ақ батам әр қашан жаныңда болады. Марлен көз жасын сүртіп оқуды жалғастырды. Балам, сен кішкентай кезінде бір күні маған, мен өскенде өте бай боламын, сонда саған ең әдемі үй алып беремін деген едің. Сол сөзіңді ұмытқан шығарсың. Бірақ мен ешқашан ұмытпадым. Мен үйде емес, сенің жүрегіңнің үлкен болғанын қаладым. Марлен еріксіз күлімсіреп, бірден жылап жіберді. Ол сол сәтті анық есіне түсірді. Шынында да, 7 жасында дәл солай айтқан. Ал анасы оны өмір бойы жүрегінде сақтап келген. Келесі жолдарды оқығанда бөлмедегілердің бәрі көз жасын тыя алмады. Менің өмірімде орындалмаған армандар көп болды. Бірақ соған ешқашан өкінбедім. Себебі менің ең үлкен арманым сенің жақсы адам болып өскенің еді. Егер бір күні жүрегің қайтадан мейірімге толса, менің барлық арманым орындалды деп есепте. Марлен басын төмен түсірді. Ол бай болған, табысты болған. Бірақ жақсы адам болуды ұмытып кеткенін енді ғана толық мойындады. Конверттің ішінен нотариус бекіткен тағы бір құжат шықты. Марлен таңырқап ашты. Бұл Жаннаның жинаған аз ғана ақшасына қатысты өсиет екен. Дарина да таңырқап қарады. Құжатта былай жазылыпты.
Жинаған қаражатымның бір бөлігі жағдайы қиын оқушылардың оқуына жұмсалсын. Екінші бөлігі жалғызбасты қарттарға азық-түлік алуға берілсін. Ал қалған бөлігін ұлым Марлен өз қолымен таратып шықсын. Сонда ғана ол адамдардың алғысын естіп, өмірдің шын байлығының ақша емес екенін түсінеді. Марленнің қолы қалтырап кетті. Жанна соңғы сәтіне дейін өзгелерді ойлаған, тіпті өз ұлының да өзгеру жолын ойластырып кеткен. Хаттың соңғы бетінде бір ғана өтініш жазылған еді. Балам, менің қабіріме жиі келудің қажеті жоқ. Оның орнына жалғыз отырған бір ананың үйіне барып, халін сұра. Бір қарттың қолынан ұстап, жағдайын біл. Сонда мені ең көп қуантқан боласың. Марлен хатты үнсіз жақты. Ол анасының суретінің алдына келіп, тізерлеп отырды. Анашым, мен сіздің әр сөзіңізді орындаймын. Бұл жолы кешікпеймін. Сол сәтте сырттан телефон шырылдады. Телефон Марлендікі еді. Экранда бейтаныс нөмір. Ол тұтқаны көтерді. Арғы жақтан ер адамның сабырлы дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Мен нотариуспын. Анаңыз қайтыс болардан бір апта бұрын бізге арнайы келген болатын. Оның сізге қатысты тағы бір маңызды өтініші бар. Сіз ертең кеңсеге келе аласыз ба? Марлен үнсіз қалды. Ол анасының өмірінде әлде өзіне белгісіз қанша сыр қалғанын білмейтін. Ал нотариустың қолындағы құжат оның өмірін тағы бір рет түбегейлі өзгертетін еді. Таң ата салысымен Марлен ұйқыдан тұрған жоқ. Өйткені ол түні бойы көз іле алмады. Анасының хаттарын қайта-қайта оқып шықты. Әр жолы жаңа бір сөзді байқап, бұрын сезбеген өкініш жанын одан сайын қинай түсті. Терезеден түскен бозғылт жарық бөлмені жарықтандырғанымен, оның көңіліндегі қараңғылық сейілер емес. Сағат 9-ға таяғанда Марлен, Дарина және дос нотариустың кеңсесіне келді. Жасы 60-тан асқан нотариус оларды жылы қарсы алды. Марлен Жанналлы? Иә, анаңыз мұнда 3 ай бұрын келген еді. Денсаулығының нашар екенін білді. Бірақ бірде-бір рет өз тағдыры туралы айтқан жоқ, тек сіз туралы айтты. Марлен үнсіз тыңдап отырды. Нотариус сейфтен көк папка алып шықты. Жанна апай маған бір ғана өтініш айтты. Қандай өтініш? Ұлым құжаттарды бірден алмауы керек. Алдымен жүрегі өзгерсін. Егер ол шынымен өкініп келсе ғана беріңіз деді. Нотариус Марленге ұзақ қарап отырды. Бүгін сіздің жүзіңізден сол өзгерісті көріп тұрмын. Марленнің көзіне тағы жас келді. Папканың ішінде бірнеше құжат және кішкентай флешка болды. Бұл не? Жанна апай сізге бейне үндеу қалдырған. Марленнің жүрегі тарсылдап қоя берді. Бейне үндеу? Иә, ол өзі түсірген. Нотариус компьютерді қосып, флешканы салды. Экранда Жанна пайда болды. Ол өз бөлмесінде отыр екен. Үстінде Марлен туған күніне сыйлаған көгілдір көйлегі. Жүзі әбден жүдеп кеткенімен, көзінде бұрынғы мейірім бар. Экраннан анасының дауысы естілді. Құлыным Марлен, егер сен осы бейнені көріп отырсам, мен Алланың алдына кетіп қалған шығармын. Марлен экранға қадалып қалды. Жылама балам, мен сенің көз жасыңды көргім келмейді. Мен сенің өзгергеніңді ғана көргім келеді. Дарина да үнсіз жылап отыр. Жанна сөзін жалғастырды. Мен өмір бойы сенің бақытты болғаныңды тіледім, бірақ кейін түсіндім. Бақыт деген үлкен үйде емес, қымбат көлікте емес екен. Бақыт кешке үйге келгенде анашым қалайсыз деген бір ауыз сөз екен. Марлен басын төмен түсіріп жіберді. Экрандағы Жанна баяу жымиып қойды. Есіңде ме балам? Бала күнімде сен жарақат алып жылағанда мен өтеді құлыным дейтінмін. Бүгін мен де саған соны айтамын. Сенім жүрегіңдегі өкініш те бір күні өтеді. Бірақ ол үшін сен өзгелердің көз жасын сүртуің керек. Марлен көз жасын сүртті. Жанна тағы бір сәт үнсіз қалды. Сосын күлімсіреп, мен сені кешірдім. Бірақ енді өзіңді өзің кешіру үшін өмір сүр. Бейне аяқталды. Бөлмеде ешкім сөйлемеді. Бірнеше минут үнсіздік орнады. Нотариус қоңыр конвертті Марленге ұсынды. Мұны ең соңында ашуды өтінген. Марлен конвертті ашты. Ішінде жалғыз ғана кілт жатыр. Бұл ненің кілті? Нотариус жауап берді. Қала шетіндегі шағын үйдің. Үйдім? Иә. Бірақ анамның ондай үй жоқ еді ғой. Нотариус ақырын ғана жымиып. Бар еді. Ол үйді 10 жылдан бері өзі төлеп келген. Марлен таңырқап қалды. Не үшін? Нотариус жауап бермеді. Тек құжатты ұсынды. Онда бір ғана сөйлем жазылып тұр екен. Марлен, Дарина және дос
Құжаттағы мекенжай бойынша қаланың шетіне қарай бет алды. Көлік терезесінің ар жағында зәулім ғимараттар біртіндеп сиреп, олардың орнын ескі үйлер мен тар көшелер басты. Марленнің қолындағы кішкентай кілт алақанына батып бара жатты. Ол кілттің салмағы темірдің емес, анасының соңғы аманатының салмағындай сезілді. Біраз жүрген соң олар шағын ғана, ақ сырмен боялған ескі үйдің алдына келіп тоқтады. Үйдің ауласы тап-таза. Терезе алдында жайқалып тұрған гүлдерге қарап, бұл жердің иесіз емес екенін аңғаруға болатын. Бірақ есікте ешкім көрінбеді. Марлен кілтті құлыпқа салды. Есік сықырлап ашылды. Үйдің іші ерекше жылы еді. Қымбат жиһаз жоқ, сән салтанат та жоқ. Бірақ әр бұрыштан мейірім сезілетін. Қабырғада балалардың салған суреттері ілулі тұр. Бұрышта ескі пианино, үстелде түрлі түсті қарындаштар. Кітап сөресінде ертегілер мен оқу құралдары тізіліп қойылған. Марлен таңырқап: "Анам мұнда не істеген?" Дәл сол сәтте ішкі бөлмеден 70-ке таяған әйел шықты. Ол Марленді көрген бойда көзіне жас алды. "Сен Марленсің ғой?" "Иә." "Келетініңді Жанна айтқан." Марлен селк ете қалды. "Анам?" "Иә, балам. Менің атым Сара. Осы үйді біз екеуміз бірге ашқанбыз." Марлен түсінбей қалды. "Қандай үй бұл?" Сара апай ақырын жымиып: "Бұл ата-анасы жоқ, немесе жалғыз қалған балалар сабақ оқитын шағын орталық. Жанна аптасына 3 рет келетін. Балаларға кітап оқып беретін, тамақ әзірлейтін, сабақ оқытатын. Кейде өз ақшасына киім алып келетін." Дарина көз жасын сүртті. "Біз мұны неге білмедік? Өйткені ол ешқашан жақсылығын жариялаған емес." Сол кезде ішкі бөлмеден бірнеше бала жүгіріп шықты. Бір қыз қолында сурет ұстап келеді. "Сара әже, Жанна әже келді ме?" Сара апай көзін төмен салды. "Жоқ, қарағым." Қыз үнсіз қалды. "Ол ауырып жатыр ма?" Сара апай жауап бере алмады. Марлен қыздың жанына тізерлей отырып: "Сен Жанна әжені жақсы көресің бе?" Қыз еш ойланбастан: "Ол мені бірінші рет туған күнімен құттықтаған адам." Марленнің жүрегі тағы шым етті. Бұрышта тұрған кішкентай ұл жүгіріп келді. "Аға?" "Иә, балам. Жанна әже айтқан." "Не деді?" "Егер бір күні өзі келмей қалса..." Бала сөзін аяқтай алмай қалды. "Оның орнына ұлы келеді" деген. Марлен көз жасын тия алмады. "Солай деді ме?" "Иә. Ол, менің ұлымның жүрегі өте мейірімді. Бір күні міндетті түрде келеді" деді. Марлен еңіреп жылады. Анасы өмірден өтсе де, ұлына деген сенімін жоғалтпаған екен. Сара апай шкафтан үлкен альбом алып шықты. "Мұны Жанна саған қалдырды. Альбомның ішінде ондаған сурет бар. Жанна балалармен бірге күліп тұр. Біріне кітап оқып беріп отыр. Бірінің шашын тарап жатыр. Біріне аяқ киім кигізіп отыр. Әр суреттің артында бір сөйлем жазылған." Марлен осы балаларды көрсе, жүрегі жұмсарады. Келесі сурет: "Бір күні ұлым осында келіп, менің ісімді жалғастырады деп сенемін." Марлен суреттерді кеудесіне басты. "Анашым, мен кешіктім." Марлен сол шағын орталықтың ауласында ұзақ тұрды. Самал жел ағаштардың жапырағын баяу тербетіп тұрса да, оның жүрегіндегі дауыл әлі басылмаған еді. Кеше ғана өмірдің мәні байлық, қызмет, бедел деп жүрген адам бүгін анасының қалдырған мейірімінің алдында өзінің қаншалықты кедей болғанын анық түсінді. Ол балалардың күлкісіне қарап тұрып көз жасын сүртті. Жанна бұл балалардың әрқайсысына тек тамақ немесе киім ғана емес, өмірге деген сенім сыйлаған екен. Енді сол сенімді жалғастыру Марленнің мойнына аманат болып қалды. Бірнеше күннен кейін Жаннаны еске алуға арналған ас берілді. Жақындары, көршілері, бұрын көмектескен адамдар, тіпті Марлен танымайтын жандар да келді. Әрқайсының аузында бір ғана әңгіме: "Жанна менің баламды оқуға түсірген. Менің анам ауырғанда жанымнан табылған. Қарызымды сұрамады. Аш отырған күнімде үйіме азық-түлік әкелген." Марлен сол күні алғаш рет анасының қаншалықты үлкен жүректі адам болғанын толық сезінді. Өмірінде ешқандай марапат алмаған әйел, жүздеген адамның жүрегінде мәңгілік ескерткіш болып қалыпты. Ас аяқталған соң Марлен орнынан баяу тұрды. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Ол анасының суретіне қарап тұрып сөз бастады. "Мен бүгін бәріңіздің алдарыңызда бір уәде беремін." Дауысы дірілдеп шықты. "Мен анамның өмірінің соңғы жылдарын қайтара алмаймын. Оның төгілген әрбір көз жасын өшіре алмаймын.
Оның күткен әрбір қоңырауын уақытқа кері қайтара алмаймын. Бірақ ол бір сәт үнсіз қалды. Мен енді бірде-бір қарттың өзін жалғыз сезінуіне жол бермеймін. Үйдегілер үнсіз тыңдап тұрды. Анам ашқан орталықта өз қарауым аламын. Жағдайы қиын балаларға көмектесемін. Жалғыз қалған қарияларға барып тұрамын. Мұның бәрін атақ үшін емес, анамның рухы алдында қарызымды өтеу үшін жасаймын. Дарина көз жасын сүртіп, ағасын құшақтады. Аға, анам дәл осыны армандаған еді. Арада бір жыл өтті. Шағын орталық бұрынғыдан да жайнап кетті. Балалардың саны көбейді, кітапхана ашылды. Кегін үйірмелер ұйымдастырылды. Жалғызбасты қарттарға апта сайын азық-түлік жеткізілетін болды. Марлен әр демалыс сайын өзі барып балалармен кітап оқып, қариялардың халін сұрайтын болды. Ол ешбір тілшіні шақырмады, ешбір әлеуметтік желіге жарияламады. Өйткені ол анасының ең үлкен сабағын үйренген еді. Нағыз жақсылық, жарияланбай жасалған жақсылық. Бір күні орталыққа кішкентай бала келіп, аға, сіз неге бізге осынша көмектесесіз деп сұрады. Марлен терезеден көк аспанға қарап жымиып қойды. Себебі, менің анам маған ең қымбат мұраны қалдырды. Қандай мұра? Марлен жүрегін қолымен ұстап. Мейірімді жүрек. Кешкісін Марлен анасының қабіріне барды. Қолына бір шоқ ақ гүл ұстап келді. Құлпытастың алдына жайлап қойып, ұзақ үнсіз отырды. Сосын ақырын сыбырлады. Анашым, мен тарыда кешірім сұрамаймын. Себебі сіз мені әлдеқашан кешіріп қойғаныңызды білемін. Оның орнына сізге рахмет айтамын. Мені өмірге әкелгеніңіз үшін емес, адам болуды соңғы деміңізге дейін үйреткеніңіз үшін рахмет. Сіздің көз жасыңыз енді бекер төгілмейді. Мен сіздің аманатыңызды өмірімнің соңына дейін арқалап өтемін. Сол сәтте көктен ұшқан ақ көгершін келіп, құлпытастың жанына қонды. Марлен үнсіз күлімсіреді. Жүрегіндегі ауыр өкініштің орнына алғаш рет тыныштық орнағандай болды. Өйткені ол кеш болса да бір ақиқатты түсінді. Ана тірі кезінде айтылмаған жақсы көремін сөзі өмір бойы жүректі ауыртады. Сондықтан ата-ананың қадірін олар жанымызда жүргенде білу әр перзенттің ең қасиетті парызы.